Осы инстаграмда, тиктокта шығып жатады ғой, 2 сағатта, 3 сағатта жасалынған қонақтарға арналған дастархан деп. Ал өз басым мен олай 2-3 сағатта әдемі дастархан жасап үлгере алмайды екенмін. Мына жерде пирогтарымды бір күн бұрын пісіріп, холодильникке салып қойдым. Одан соң нанымды пісіріп алдым. Одан бөлек самсаның қамырын міндетті түрде бір күн бұрын дайындап, холодильникке салып қоямын. Одан соң сол қонақ келетін күні таңертең ерте самсаларды пісіріп алдым. Самсадан соң бауырсақтарымды пісіріп алдым. Одан кейін обедтен бастап салаттарымды дайындауға кірістім. Сағат 3-тен бастап дастархан жасауға кірісемін. Ал жаңағы 2 сағатта, 3 сағатта жасалынған деп шығып жатқан видеоларды қарап отырсам, пирогы да дайын болады, самсасы дайын болады, одан бөлек тамағы тоже дайын тұрады. Қалай үлгереді, мен соларға таң қалам. Өз басым олай үлгере алмайды екенмін. Может, курстар бар шығар, курстарын оқу керек шығар деп қоям. Қалжың ғой әрине. Осылай өзім қонақ келетін болса, бір күн бұрын